Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Колба ішінде 0 градус температурада су бар. Колбадан ауаны сорып, суды булану арқылы қатырады. Егер сырттан келетін жылу болмаса, онда судың қандай бөлігі ұшып кетеді? Алдымен балалар, судың булану есебінен бөлініп шыққан жылу мөлшерінің формуласын жазып қояйық. Яғни Q1 тең болады лямбда м x. Буланған кездегі бөлініп шыққан мөлшері судың. Буланған кездегі бөлініп шыққан жылу мөлшері. Шыққан жылу мөлшері. Яғни колбадағы судың жылу мөлшері азайып қалды. Осы азаюының есебінен бізде колбадағы суымыз қатаяды. Енді қатайған кезде қалған су қатайды. Қатайған судың жылу мөлшерін жазып қояйық. Ол лямбда көбейтілген дельта м. 0 градустағы қатайған судың мөлшері деп жазып қояйық болар. Мөлшері дельта м. Егер ашып жазатын болсақ, жалпы судың массасынан буға ішіп кеткен судың массасын алып тастаймыз. Енді 3-ті 2-ге қояйық болар. 3-ті 2-ге қоямыз. Сонда Q2-ні қайдан жазайық сонда? Q2 тең болады лямбда м минус mx. Бұл біздің төртінші формула. Яғни енді жылу балансын теңдеп жазатын болсақ, Q1 тең Q2. Q2 бесінші формула. Енді 4 пен 5-ті өзара тең, 4 пен 1-ді теңестіріп жазайық енді. 4 пен 1-ді теңестіреміз. 4 пен 1-ді теңестіреміз. Яғни mx тең болады лямбда м минус mx. Енді жақсан ашайық болар. mx тең болады лямбда м минус лямбда mx. Енді ұшып шыққан будың массасын теңдіктің сол жағына жинақтайық. mx минус лямбда mx плюс болады, тең болады лямбда м. Сөзден mx-ті жақсан сыртына шығарып жазайық болар. Сонда бізде қалды плюс лямбда тең болады лямбда қалды. Лямбда көбейтілген м қалды. Бізге қатынасы керек, сондықтан mx-тен бөлігі керек. Қанша бөлігі ұшып кетті? Лямбда бөлінген плюс лямбда болады. Бұл біздің 10-шы теңдеу. Енді орнына қойып есептеу ғана қалды болар. mx-тен м-ге қатынасы 3,3 10-ның 5 дәресі жол бөлінген килограмм бөлінген. Еліміз 24,18 10-ның 5 дәресі жол бөлінген килограмм қосу 3,3 10-ның 5 дәресі жол бөлінген килограмм. Біз үнемі айтамыз, егер бірлігі шығатын болса, бірлігі шықса, онда қорытып шыққан есебіміз дұрыс деп. Бөлшегімізді дұрыстап отырып жазып қояйық. Тең болады. Енді жол мен жол жақсан сыртына шығарып қысқартайық. Килограмм мен килограмм қысқартады. Яғни қанша бөлігі ұшып шықты деген сұраққа жауап беруімізге болады екен. 5 дәрежесін қысқартып жіберейік. 5 дәрежесін сонда бізде қалды 3,3-ті бөлеміз 28,1-ге. 28,1-ге бөлісе аламыз. Сонда қанша бөлігі бұл болып шыққаны
бізге белгілі болады. Пайыз болатын болса, оны 100-ге көбейте саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ бізге. Бөлігін ғана сұрап тұр бала. Сонымен 3,3 бөлеміз 28,1. 0,117 дейік, жоқшамаймен балар 0,12 деп ала салайық. Яғни жалпы қолбадағы жалпы берілген судың 0,112 бөлігі ұшып кетіпті. Бұл енді балар, бұл есепті алдымен біз енді шығарып алдық. Енді бұны түсіну үшін балар, біз буланған кезде жылу азаятын біз мынандай қарапайым мысал келтіре саламыз. Біз егер суға түсіп, біраз суға шомылып, қайдан шығатын болсақ, біз бірден дірілдеп тонамыз. Себебі денеміздегі су бу болып шыққан кезде денеміздің бойымыздағы жылуды біраз мөлшерін алып кетеді. Яғни біздің жылуымыз азайды. Сондықтан біз температурамыз төмендеп тонатын себебіміз осы екен. Бұл тура осы жасалған тәжірибе тура осыған ұқсас екен. Егер осыны түсінетін болсақ, есепті оп-оңай шығара салуға болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.